Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз бір қамырдан екі түрлі пиццаны жасаймыз. Қамыры жұп-жұмсақ әрі қытырлақ боп шығады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап бірден пакетке салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін қамырымыз әдеміленіп көтеріледі. Енді оны тең де екі бөлікке бөлеміз. Бір пиццасын мен пепперони пиццасын жасадым, ал екінші пиццасына болонезаны жасайтын боламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Дәл сол құраммен жасасаңыз, сіздің пиццаңыз өте дәмді болып шығады. Соусына қыздар мен әдеттегідей кетчуп пен майонезді қосамын. Өйткені басқа соусты пайдалансам, менің балдарым жемей қалады. Арасына базилик, орегано қоссаңыз, кәдімгідей пиццериядағыдай пиццадан еш кем болмайтын өте дәмді пицца шығатын болады. Енді дайын болған қамырдың үстіне жақсылатып барлық соусымызды жағып шығатын боламыз. Ірімшіктен моцарелла пиццасы деп жазылып тұрған осындай ірімшікті пайдаланамын. Сол кезде сіздің ірімшігіңіз созылмалы, өте дәмді болып шығады. Бұл ірімшіктің мен барлығын пайдаланбаймын, жартысын ғана пайдаланып, жартысына кез келген қарапайым ірімшікті де пайдалана берсеңіздер болады. Енді жақсылатып бір 250 грамдай ірімшігіміздің барлығын пиццамыздың үстіне қойып шығатын боламыз. Қызанақты да қоссаңыздар болады. Мен қызанақты қоспадым, тек қана шұжықтардың өзін қостым. 230 градуста қыздырылып тұрған пеште 7-8 минутта біздің пиццамыз дайын болады. Мінеки достар, пепперони пиццасы дайын болды. Осындай созылмалы, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді екінші пицца, болонеза пиццасын жасап бастаймыз. Енді манағыдай жақсылатып пиццамыздың қамырын жайып, үстіне қалған соустардың барлығын осылай жағып шығатын боламыз. Одан кейін моцарелла ірімшігі мен кез келген ірімшікті осылай жақсылатып үккіштен өткізіп, пиццамыздың үстіне себеміз. Бірақ та қыздар барлығын сеппейміз, жартысын ғана. Фаршты алдын ала қуырып аламыз, дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Үйде тәтті болғар бұрышы болса, одан да қоссаңыздар болады. Сіздің болонеза пиццаңыз өте балғын болып шығады. Енді үстіне қалған ірімшігімізді салып, қыздырылып тұрған пеште 230 градуста бір 8-9 минуттай пиццамызды пісіріп алатын боламыз. Достар, мінеки пиццамыз дайын болды. 230 градус көп болатын болса, 220 градуста да пісірсеңіздер болады, аз болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар.